Сәлем достар, сіздермен Арайдың асханасы жаздың ыстығына өте керемет үйлесетін және де шөлді басатын керемет мұздай көже дайындаймыз. Дайындалу жолы өте оңай. Бізге керегі айран, яғни кефир, кез келген пайыздық болса да бола береді, және де перловка, яғни арпа жармасы. Осындай арпа базарларда және де кез келген дүкендерде сатылады, бағасы да қол жетімді. Осы түрі біраз көже шығаруға болады. Ең алдымен біз арпамызды тазалап жуып аламыз. 3-4 рет жудым, суымыз тазарғанша жақсылап жуып аламыз. Одан соң ыдысымызға суымызды құйып, арпамызды саламыз. Арпаны көп салып қоюға болмайды, өйткені піскеннен соң ісінеді. Енді қайнап шыққанын күтеміз. Бір қайнап шыққаннан соң дәміне қарай тұзын саламыз. Одан соң асты өте баяу отта 40-45 минуттай пісіріп аламыз. Одан көп пісірмеңіздер, өйткені қатты пісіп кетсе, арпамыз жарылып кетуі мүмкін. Мінекей суы тартылып шықты, түбінде шамалғанда су қалды, біздің арпамыз пісіп шықты. Енді біз айранымызды құямыз. Мінекей достар, біздің перловкадан жасалған мұздай көжеміз дайын болды. Мінекей өте оңай жасалады, сол үшін жасап қойыңыздар. Кез келген уақытта ыстық күнде шөлді басатын нағыз көже болып саналады. Сіздермен бірге болған Арайдың асханасы. Каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойды ұмытпаңыздар.